Сабалар хайыр достlar, яны күн башлады. Демек, Güzel Haber рубрикамызның да вақыты келді. Башлаймыз? Алимлер насыл жевизлер инсан сағлығына да файдалы олғаныны білгеледілер. Тәфсилатлар рубрикамызның девамында. Кешью, фындық, жевіз, бадем. Седір жевізі бұл ең файдалы жевизлер екен. Олар юрегіміздің, ичеклеріміздің ішіні елештіре. Ве умумнен вүжудымызға яқшы тесір ете. Ама жевіз ашамақның да бір қарары олмақ керек. Оларны аптада бір екі кере азчық ашамалымыз. Базылары спорттан сон файдалы келер. Şimdi ise біріміз пек мерақлы хабер. Дикат, мутехассислар инсанның емегіне бақып, оның кейфіні насыл өгренмек, бір усулны уйдырып чықардылар. Тетхикатларға көре, татлылықларны яғни торт, конфет sevген инсанлар достане ве мераметлі олмақталар. Депрессив адамлар ise печенье, қалач ве бисквитлеріні бегенелер, ачулы олғанлар. Ама чоқ шейлерге қаршы чыққан инсанлар ise аджы ашларыны бегені баша екенлер. Пек ажайып бір хабер. Ичтимаи ағларда юнның тусыны денештірген бір қояны көстерділер. Керчек айтсақ, фоторесімлер пек ажайып болмақта. Бірінші фотосуретте қоян бейаз, екіншісінде ise оның құлақлары, панжалары ве құйрығы қара түсте. Шу айванчықның сайыбы айта ки, авары реті денішсе, о вақыт қоянның тусы да деніші екен. Чеші түстекі қоян, ичтимаи ағлар қоланжыларының диққатыны желп етіп, популярлықны қазанды. Базы инсанлар язалар ки, бойле бара десе мүмкін дегіл, ве фотосуретте екі фарқлы айвандыр. Башқалары бойле процесс ғайет нормаль олғаныны білдірелер. Демек, мұна бойле мерақлы малюмат, достлар. Сабадан кейфіңізні көтермеге істесеңіз, біздің күнделік рубрикамызны қатшырмаңыз. Көрішкенже!